Менің балам 22 май күні кешкі 10-да звондайды: мама, мен армияға кетіп бара жатырмын дейді. Әй, неге? Сөйтіп жолдас баласын ұстап алған. Жолдас баласын ұстағаннан кейін: мен де неге армияға апармайсыңдар, мен 18-ге толдым ғой, маған неге повестка келмейді дейді. Барасың ба дейді. Я дейді. Сөйтемде мен кешкі 11-де военкоматқа барам. Сөйтіп военкоматқа барсам, балам армияға барам деді. Сосын балам 1 жыл оқуын қалды ғой, соны бітіріп барып барсай деп едім. Жоқ, мама, барып келе беріңізші, келгесін қайттан жалғастырамын ғой деді. Мақұл, жарайды дедім. Сөйтіп сұрап алып, әжесінен батасын алып, үйімде болып, сөйтіп қайттан апарып тастадым военкоматқа. Сөйтіп оны кәдімгі отправка жасады. Қызайбаев Мәди деген кісі алып кетті. Бірақ Қызайбаев Мәди деген кісіге мен айттым: сізге аманат 365 күн сіздердің құзырларыңызда болады, аяқ қолын сау қылып қайтарыңыздаршы деп өзім именно барып Мәди мырзаға сөйтіп айттым. Одан кейін присяге келдім. Одан кейін август айында тағы келдім. 15 августте 28 июньде ма присягасы болды. Августтың 15-інде өзім тағы көріп кетуге 2 күнге келдім қызыммен. Одан кейін декабрьдің 21-іне баламды тағы көрдім. Ол кезде балам керемет, кәдімгідей толған, әдемі болған. Енді армияның өміріне машықталған уже. Балам жақсы екен деп қайттым. Содан кейін маған январдың, айтайын ба сізге, мен 2-сі келдім. 31 күні маған хабар келді. Хабар келгенде түскі 4:30-да: мама, мен біреудің жағын сындырып қойдым деді. Өстіп айтты. Звондап па? Звондап, иә. Содан 21 ұрғаннан кейін 21 күннен кейін солай звондады. Әй, сен өйтіп істемейсің ғой деп едім. Жоқ, мама, ешқандай не болмайды, уайымдамаңыз деді. Мен бірақ анамын ғой, шыдамадым, келдім. Келгеннен кейін айтты, 2 бала қақтығысып қалған. Сонымен қазір жақсы, ертең Гаупақтысына жатады 5 күн, 10 күн. Сөйтеді де қайттан армиясынан 10-15 күн кешігіп қайтады деді. Сөйттім де сол келген күні кешке қайттан Қызылордаға қайтып кеттім. Кеше енді осы жаққа келетін күні түнгі 1:46-да маған балаңыз ұсталды деген қағаз келіп тұр ғой. Менің состояниемді сол кезде көрсеңіз, қолымда 1 теңге ақша жоқ. Балама қарай шығып кетейін десем, 1,5 күн байланып, 1,5 күн бойы жылаумен анадан ақша сұрап, өстіп келдім атарға. Ана видео шығып жатыр уже. Жағын сындырған сержант деп. Бірақ 21 күн бойы менің ойымша баламның құлағын жеп келген. Болмаса сынған кезде, егер де 2 сарбаз төбелессе, сол кезде біздің ата-аналарға звондар еді. 2 бала төбелесті, біз осындай деп. Шара қолданып, не балдарыңыз осындай болып жатыр, төбелесіп жатыр, осындай іс қозғап жатырмыз деп айтар еді. Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Енді кеше келдім, келсем балам жоқ казармаға. 7:30-да келдім, 8-де казармаға бардым. Сөйтсем, Қордайдағы изоляторға 2 күнге 48 сағатқа қамап тастаған. Жаңа қағазды көріп тұрмын ғой енді мен. Мен ойладым, ол ішінде қамалып жатыр екен десем, қана неге татау, мен келген қағазды да оқымағам, тек ұсталды деген жерді оқығанмын ғой. 23-20-да ұсталды деген сөзді. Енді мына бала да айтып жатыр, мені сарбаз ұрған жоқ. Бірақ менің балам қамалады. Неге? Жаңағы жағы сынған баланың ата-анасымен сөйлескен кезде қалай болды? Ол кісілер не деп жатыр? Мені кәдімгідей жылы қарсы алды ол кісілер. Мен ойлағам, ол кісілер бүйтіп қабақтарына қар жауып, бір андай кінәлап сөйтіп қарсы алады шығар десем, үйіне кірдім. Кіргеннен кейін 5 минутқа далаға шықтым, сөйлесіп жатыр екен. Сіз не жөнінде жүрсіз деді. Мен айттым, жаңағы балам кінәлі болса сізден кешірім сұрауға келдім дедім. Сөйдедім, сіз неге кешірім сұрайсыз деді. Сіз кешірім сұрамайсыз, сіздің ешқандай жазығыңыз жоқ, балаңыздың мүлдем жазығы жоқ. Менің баламды ұрған 3 сержант деді. Олар қайдан біліпті оның барлығын? Баласы айтып берді. Баласы бәрін айтып берген. Баласы анау қамалған квартираға барғанда өз-өзіне өлтіргісі келгенін, 2-3 күн сайын жиналып, жаңа сержанттар анау-мынаулар келіп ішіп тиісетінін, 1,5 апта ем-домсыз ауырып ұйықтамаған, 2 күнде 1 биос ішкенін, бәрін перепискасы интернетте жүр қазір. Менің бар нем баламды
босатып берулерін сұраймын мен. Кешегінде отарға бардыңыз. Иә. Балаңызды көрдіңіз, иә? Көрдім, 1,5 сағаттай 12:30-да келді. Содан кейін баламмен кездестік, бірақ қасымызда мен оңаша сөйлесе алмай жатырмын, балам мені оңаша қалдырмайды ешқандай. Қасымызда подполковник да, майоры да, генералы да, фемполицияның адамдары бәрі отырады. Оның қасында сержанттан қорқып тұрған адам, ол лауазымы үлкен кісілерден қорқпайды дейсіздер ма? Қорқады. Не айтты сізге балаңыз? Мен военный полицияға сізге дедім, мен ескерттім дедім, мен бармайынша балама ешқандай не қол қойдырмаңыз ешқандай жерге, мен барамын, мен сенімді өкіл ретінде анасымын деп сөйдедім. Я деп еді, бірақ менің айтқанымды тыңдамай олар істейтін істеп отыр ғой. Маған келіп алдыма қағаз алып келді, балаңыздың түсініктемесі деп. Мен оқып болып едім, ол түсініктемені 4-ке бүктеп тастады. Ананы нағып бүктеп жатсыз дедім, бетіме қарап күлді. Менің бар айтатыным, 7-сіне дейін камера істейді да, 7-сінен кейін камера істемейді. Маған сол нәрсені мен кешкілік тағы да айтып жатсам, алдында күндіз келіп кеткен Нұридин деген фемполицияның адамы күледі ғой. Неге күліп отырсыз дедім. Маған камера керек дедім. Балалардың төбелесіп жатқанын көргендер, немесе бір ішкі камералар ештеңе жоқ па? Енді қарасаңызшы, бүкіл солдаттың ішінде 3-ақ бала көреді екен. Менің баламды куә ретінде тұр, куә ретінде 3-ақ бала көреді екен. Менің балам екеуі төбелеседі екен. Сосын 5-еуі бүйтіп шығады, бірақ жоқ. Ол нәрсе ойдан құрастырылған нәрсе болып тұр ол. Негізі бұндай істе адвокат жалдап маған бар айтатындары адвокат жалда деп отыр. Мен не үшін адвокат жалдаймын? Түсіне алмай жатырмын, не үшін мен адвокат жалдаймын? Менің балам ұрмаса, барып 2 күн күнәсізден күнәсіз 20 изоляторға қамалса, мен қаққа баруым керек? Не істеуім керек? Мен өзім миым жетпейді. Мен түгілі қаншама адамның миы жетпей жатыр. Бала анықтап, атын атап, түсін түстеп тұрса да, неге сарбаз қамалу керек? Неге сарбаз ұрды болу керек? Ең бастысы жәбірленген адам тірі, айтып отыр. Иә, айтып отыр. Жағы сынған бала өзі айтып отыр. Мені Айдын, фамилиясы бір демейіп, сол ұрды. Сержант ұрды. Айтып отыр. Ал ол арада менің баламның аты да, заты да жоқ. Жаңа айттым ғой, бізге бір кісі хабарласты редакциямызға. Өзін жаңа журналистпін деп таныстырды. Осыған дейін сіздің балаңыз ұрғанын мойындап, менің балам кешірім сұрап келіпті сол үйге барып. Менің балам ба? Иә. Өздері апарып кешірім сұрады. Ол данный момент менің балам, енді 365 күнге мен әскерге бердім ғой. Ол солардың құзырында болғаннан кейін, олардың қолында менің балам қуыршақ болып тұр. Ана жерге барып сұрайсың, сұра. Сен осыны мойындай саласың, мойында. Мойындамаса апарып ұрады. Өтірік емес, оны бүкіл халық білет армияда қандай жағдай болатын. Ұрады. Ана 3 куәгерге де сендерде қасиет ұрды деп айтасыңдар, болды, жазып беріңдер дейді, жазып береді, болды. Басқа еш нәрсе жоқ burada. Армияда ешқандай әділдік жоқ. Burada тек менің балам ғана зардап шегіп тұр, шынымды айтайыншы. Басқа ешкім не істеп тұрған жоқ. Аты аталып тұрған адам қамалмайды да, именно неге менің балам қамалады? Соған мен миым жетпейді. Дәлелденбей жатып, өздері дәлелдеп, өздері қойып, өздері болып жатыр. Өздері палауды басып жатыр ғой. Сөздің ашығы. Просто burada менің балам құрбандық. Мен кеше айтып жатқанда, мама қойыңызшы деп қана айтады. Мен ұрдым деп айт деп, ұрдың ба десем, көзінің жасын төге алмайды, көзі қып-қызыл болып кеткен уже баламның ше, көрсеңіз. Мен осыдан неше күн бұрын келген кездегі суретін, алдында келген суреттерін бәрін көрсетемін. Сол нәрседе айырмашылық бар. Кеше 2 күн изоляторда шыққан кезде түрін көрсеңіз, көзі деген қорқыныш сондай болып тұр. Менің қасыма келгенде де қорқыныш бар, бірақ сәл болса да анам келді ғой деген сияқты сезім оянып тұр ол балада ше. Өзі былай ашылып ештеңе айтпады ма? Көз жасымды шығармайым деп едім негізі. Ойлаңызшы, қалай ол айтады? Қасында генерал отыр, подполковник. Не айтты? Құр отырдыңыздар ма? 1,5 сағат бір-біріңізге қарап? Ол кісілерден мен сұрақ сұрап отыр. Менің сұрағыма камера неге істемейді? Менің рұқсатымсыз мен сізге әдейілеп звондап тұрып, мен бармай тұрып, сіздер ешқандай істемедіңіздер деп
сондай сұрақ қойып жатырмын да, менің бетіме тура қарай алмайды. Көзіңізді тура қарап айта беріңіз дедім. Сіздер үйреніп қалғансыздар ғой. Көзіме тура қарап айта беріңіз дедім. Ешқандай менің сұрағыма жауап жоқ. Өздерінің балаңыз бүйтті, балаңыз сөйтті, балаңыз сөйтті деп. Ол балаңызбен жеке емес, солардың көзінше де ештеңе ашық сөйлесе алмадыңыздар ма? Сөйлесе алмаймыз. Құр тұр. Құр отырдық, содан қол қоюға жаңағы куәге бүйтіп келіп анасымен кездесті, бүйтті, шықты дегенге қол қоюға төртеуі кетті. Генерал қалды қасымызда. Генерал бір 15-20 минут па, жарты сағат отырды да ол да шықты. Енді мен баламмен сөйлесейін десем, есіктің алдында аяқтардың ізін көрем ғой. Есік жабылады, бәрі көлеңке түседі ғой, бері қарай свет жанып тұрғаннан кейін. Мен балама ештеме сұрай алмадым, я баламмен еш нәрсе сөйлесе алмадым. Мен айтамын, балам, ұрмасаң мойындама, өлтіріп тастасын сені, мойындамашы, ұрмасаң, біреудің кінәсін мойныңа алмашы деп жатырмын. Қарабет болғанша ауыл сотталып кетті деп, одан да осы жақта екінші рет ұрған жоқпын деп айтты, қарабет бола берші дедім. Мойындамашы дедім, өтірік емес, өйткені ұрғаны ол емес, менің балам емес. Бүгін Алматыда жүрсіз, сол кеше Ұзынағашқа сол жақтан келгеннен Алматыда. Бүгінге жоспарыңыз қандай? Бүгінгі жоспарым адвокатпен сөйлесу, 5 пен 6-ның кезінде босаймын деді, сонымен сөйлесіп, әрі қарай не болатынын көруім керек. Бірақ мен не үшін адвокат жалдаймын, мен не үшін шырылдап жүгіріп жүруім керек? Амалсыздан болып тұр. Амалдың жоғы, балам әрі қарай сотталып кетпесін деп шырылдап қана жүрмін мен қазірше. Мен не болатын, не қоятын точно өзім де білмеймін. Бұдан бөлек неше балаңыз бар? 7 балам бар, бұдан бөлек 6 балам бар. Кішкентайыңыз нешеде? 4-те. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Жоқ. Күйеуіңіз? Жұмыс істейді. Қазір жаңа келе жатқан кезде телефонмен айтып қалғаныңызды естідім, сөйтіп TikTokта танысқан қыздың үйінде қонып шықтым деген сөздеріңізді естіп қалдым да. Мүмкін сізге қазақстандықтардан қаржылай қолдау керек шығар? Жоқ, ондай ештеме сұрамаймын мен. Сұрағанмен мен баласының осындай болып жатқанын пайдаланып ақша сұрайды дейтіндер көп. Онысы да кеше кім еді? Подполковник айтты, сіздер журналистермен неғып ақша істеп жатсыздар деді. Маған ақша керек емес, маған баламның аман есен сау болып, аяқ қолы бүтін болып үйіме келгені керек болды. Маған даже менің балам үшін военный билет те керек емес данный момент. Мен баламның өзі ғана керек. Болды. Мен отанды қорғамай-ақ қойсын, бүйтіп қорғылып балдарды. Қорғатпай-ақ қойсын. Мен бұл армия жабылып қалса деп тілеп жүрмін қазірше. Өз еркімен сұранып кеткен бала осындай жағдайға келіп жетіп тұр ғой. Жазықсыздар. Көріп тұрсыз ғой, жаңа мысалы менің сұрағыма жауап бере алмай, подполковниктің өзі қойып тұр телефон. Ол кісілер сізге үнемі өстіп хабарласып тұра ма телефонмен? Не айтады ол кісілер? Кеше келген кезде хабарласты. Не деп жатыр енді бұл кісі өзім хабарласқанда? Балам қалай, не істеп жатыр, не жағдай болып жатыр. Әйтеуір біраз сағаттардан кейін перепискасынан көрсеңіз болады. Біраз сағаттардан кейін жауап бергісі келсе береді, бергісі келмесе сол жауапсыз қалады. Балаңыз осы әскерге барғаннан кейін қанша уақыттан кейін ақша сұрауды бастады? Олар күнде сұрайды ғой. Күнде сұрайды. Сізден сұрай бере ма? Менен сұрайды. Тағы кімдерден? 3,5 мың теңге. Құрдастарынан сұрайды, достарынан сұрайды, апасы тәтесінен сұрайды, туған туысқандарынан сұрайды. Ол енді күніге бұл балдарға донер әкеп бермейді ғой. Не алып жесіңдер балам десе, донер алып кол алып ішеміз дейді. Күніге донер алып жемейтін шығар бұлар. Мен балам емен темекі шекпейді. Темекіге салайын ғой деп ойлайын десең. Сержанттар алады ғой, басқа кім алады ол ақшаны? Құрсыншы баламыз аман есен келсе болды, 3,5-5 мыңға өліп жатқан түгіміз жоқ қой. Сала берейікші деп біз саламыз. Абылай сөздерінен жаңағы біреудің жағын сындырып қойдым деген кезде, мама, менде жағдай жақсы, тамағымыз тоқ, балам ешкім тиісіп неғып жатқан жоқ па десең, жоқ, мама, бізде бәрі жақсы. Кешеге дейін бәрі жақсы. Кеше осы жаққа келетін кезде, мама, кеме-ақ қойыңыз, менде бәрі жақсы. Бәрі жақсы болады. Мама, кеме-ақ қойыңыз. Жолатпайды мені. Мама, кеме-ақ қойыңыз. Ауырып қаласыз ғой, мама, кеме-ақ қойыңыз. Менде бәрі жағдайым бәрі жасалып тұр. Тамағым тоқ. Осы айтатын, басқа ешнәрсе бізге жақсы қарап жатыр дейді. Уайымдамасын дейді ғой. Уайымдамасын дейді. Енді бірінші жағдайың қалай, тамағың тоқ па деп сұрайсың ғой, ана болғаннан кейін. Мама, тамағым тоқ. Күләң айтатыны осы сөздер. Осы мәселе шыққаннан кейін дос жараны, сіздің ағайын туыстарыңыздың арасында өзінің ашық сөйлесетін адамдарына бір қиындықтар туралы айтпаған ба? Осы кеше осы жаққа келердің алдында
мен 2 күнге қамалар кезде менімен 2-3 мәрте сөйлесті, бірақ мама даусы бір андай тез сөйлейді. Мама мен жақсымын, уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Мама 1300 теңге салып жіберіңізші. Содан кейін тәтесіне звондаған, 1200 теңге салып жіберіңізші деп. Кім номеріне саласыздар? Әр нөмірге саламыз. Сосын кейде магазиннен удаленка келеді. Сосын бір жолдас баласына звондапты, кітайнан бірге өсіп, бірге оқыған. Мен шаршап кеттім, досым Қызылордама қайтқым келеді деген. Мен шаршадым депті. Осылар шаршап тұр ғой баланы. Ол бекерден бекер қайтқым келеді деп айтпайды. Досы сізге айтып отыр ма бұл жағдайда? Ол досы маған айтпайтын тұғын. Сосын ойсы түнде мен звондам, Сипон қасиетті өйстіп қамауға қағаз берді деп. Тәте бағана маған, ол да жылап тұр. Тәте бағана маған звондап еді. Досым шаршап кеттім, Қызылордама қайтқым келеді деп айтып тұрған деді. Бірақ ашылып айта алмайды, не болып жатқан? Еш нәрсе айта алмайды. Ертең мен оны увольнениеге сұрап алам, бірақ бәрібір ештеме айта алмайды. Мен білмеймін, ораға жасырын камера қойып қояма, ораға дыбыссыз не қойып қоям, мен еш нәрсе білмеймін. Мен оны далаға шығартпайды. Енді мен барады дегеннен кейін ол жерге бірдеме қойып қоятын анық. Мен оны да сезіп отырмын. Просто мен баламды әдейі үйге шығармай, увольнениеге бермей отыр. Мен ораны барып тінте алмаймын ғой. Қай жерге қойып, мыналар қай не істеді. Ол осы арада айтылған нәрсем бәрі оған жазылып тұрады. Ол қорыққаннан мама, я мен ұрдым деп айтар маған. Бірақ мен балам шыныңды айтшы, мойындамашы деген сөздердің өзі маған, оға балаға минус болады ғой. Сен ұрған жоқсың, оны бәрі айтып жатыр деп сөйтсем де бәрібір ол осындай нәрсе болады. Енді жаңа айтып жатыр едіңіз ғой, Ішкі істер министрлігінен, президенттен осы істің ашық қаралуын сұраймын деп. Қандай жағдайда болса да ашық сот болғанын қалаймын, онлайн емес. Бірақ менің балам жазықсыз, менің баламды қорғап, ақтап, еліне аман-есен алып кетуіне маған көмектеріңізді беруіңізді сұраймын. Әскер жабылсын деп тағы сұраймын мен. Әскерде менің баламнан басқа қаншама бала зардап шегіп жатыр дәл қазір. Бұл шығып кеткені ғана, иә? Шыққаны бұл. Шықпағаны қаншама? 99-ға шықпаған, бұл шыққаны 1% шығып жатқаны. Енді айтайын деген, мысалға кеше 28-іне камера шешілді, Атардағы 21-450-дің. Содан әлі ол ояққа орнатылған жоқ. Фемполицияның қолында тұршы. Сонда 20 неше күннен бері оның ішінде балдар қандай күн көріп жатыр. Мысалы, ертең тағы осындай бір нәрсе болса, қай жақтан іздейміз? Білмейміз ғой. Миым жетпейді. Енді Тоқаевқа айтатыным, аналардың атынан балаларымызды аман-есен жіберіп, табытпен оралуын күткіміз келмейді. Сотталып кеткенін көргіміз келмейді. Инвалид болып келгенін көргіміз келмейді. Сол үшін армияны қатаң тексеріп, егерде 100% балдарымызға кепілдік бере алмаса, армияны жабуды талап етем. Аналарға үндеу жолдаймыз олай. Басқа айтарым жоқ. Менің ендігі сұрайтыным, жағы сынған баланың қауіпсіздігін қамтамасыз етсеңіздер екен. Өйткені кеше кешкісін түскі 3-тен кешкі 8-ге дейін қорқыту амалдары жүрген. Сені жағы сынған балаға, әкесі сол үшін ауырып жатыр дәл қазір. Сені де қамап тастаймыз деген бір кісінің телефонымен звондаған о балаға ше. Бала әкесіне, енді менің бар сеніп отқанымда, сенерімде осы бала тірі қалып өліп кетпес екен деймін бұл бала. Соның жаңағы тірі қалуын, қауіпсіздігін қамтамасыз етсеңіздер екен, осы менің үндеуім. О бала аман болу керек. Менің жалғыз баламның ақтап алатын адамы сол ғана болып тұр менде.